Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Түркістан облысы Жетісай ауданы нөмір 7-ші Тұран мектеп гимназиясының оқушысы Темірхан Ердәуіт. Қазіргі таңда елімізде төтенше жағдайларға байланысты, яғни әлемді алаңдатқан коронавирус індетіне байланысты еліміз карантинде. Мен карантинде отырып, яғни үйде отырып, халқымыздың маңдайына біткен ақын жазушыларының өлеңдерін, өлең жинақтарын оқып, жаттап танысып жүрмін. Және сіздерге де кеңес етемін. Үйден шықпауға, осы халқымыздың маңдайына біткен ақын жазушыларының өлеңдерін дәріптеп жаттауға. Қазір мен халқымыздың әйгілі ақыны Абай Құнанбаевтың «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» атты өлеңін айтып берейін. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес, менімен менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сыяма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артынан сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мәнін көрмей, міне қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңына ермей, дүниеге ынтық мақшарға амалыстың иманы түгелдегі аузын бармас. Және мен бұл «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» атты өлеңінен басқа заман ақыр жастары және тағы да талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын атты өлеңін білемін. Мен сіздерге кеңес беремін, үйде болайық, үйден шықпайық. Біз бұл індетті үйден шықпай бәріміз бірге жеңеміз. Біз біргеміз, біз жеңеміз.